Сәлем баршаларыңызға. Өзбек халқының тағамы ғылымында жасаймыз. Дәмі ерекше дәмді болады. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Салқын суға тұз, ұн салып, жұмсақ қамыр илеп, 10-15 минутқа бетін пакетпен жауып қойып қоямыз. Креміне алдын ала сүтті қайнатып аласыздар. Ұн, тұз, 4 ас қасық қант, ванилин, жылған сүттен кішкене құйып, жақсылап бірінші араластырып аласыздар. Сосын қайнаған сүтті құйып, орташа отта кремімізді дайындап аламыз. Сонымен креміміз дайын. Алдын ала дайын болған қамырымызды осылай қолыммен үзіп шықтым. Домалақтап аласыздар. Домалақтап алғаннан кейін жұқа етіп жайып шығамыз. Жайғанда да өте жұқа жайыңыздар, сонда дәмді шығады. Ғылымындыларыңыз алдын ала қызып тұрған тапада осылай қызартып, алдын-артын пісіріп аласыздар. Арасына осылай сұйық май жағып отыруды ұмытпаңыздар. Үсті-үстіне қойып пісіріп аламыз. Қорықпаңыздар, жабыспайды. Бетін пакетпен жауып қойып қоясыздар. Арасына кремін жағып аласыздар. Осылай барлығының кремін жағып дайындап алғаннан кейін, менде бұл жерде қолдың сары майы, сливочный май қолдансаңыздар да болады. Осылай қолдың сары майын сковородкада алдын ала ертіп аласыздар. Сөйтіп ғылымындыларымызды аунатып шығамыз. Сонымен ғылымындыларымыз дайын болды. Ас болсын. Рецепт ұнап, видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп